Қайырлы күн. Мен Есекенова Теңлік Шалқарқызы, Түрксіб жалпы орта білім беретін мектебінің педагог-психологы, санатым педагог-модератор, еңбек өтілім 9 жыл. Мен ұсынып отырған әдістемелік құралдың тақырыбы білім беру ұйымдарындағы педагогтарға арналған психологиялық жаттығулар жинағы. Құралдың басты мақсаты мұғалімдердің эмоциялық денсаулығын сақтау, шығармашылық әлеуетін арттыру және ұжымдағы қолайлы психологиялық климатты қалыптастыру болып табылады. Әдістемелік құралды қолдану нәтижесінде педагогтердің эмоционалдық тұрақтылығы артып, кәсіби күйзеліс деңгейі төмендейді. Ұжымда жағымды психологиялық ахуал қалыптасып, өзара қолдау мен тиімді қарым-қатынас нығаяды. Жинақта психологиялық тренингтер мен топтық жұмыста арналған 25 тиімді жаттығу қамтылған. Әр бөлім мұғалімнің жеке және кәсіби дамуының маңызды аспектілерін қамтиды. Бірлік пен сенім бөлімі, эмоциялық сергіту бөлімі, өзін тану даму бөлімі, бір команда, бір мақсат бөлімі, жан тыныштығы деген 5 бөлімнен тұрады. Әр жаттығу нақты мақсат, өткізу барысы, таңдау және қорытынды нұсқаулармен берілген. Жаттығулар педагогтардың уақытына да жүйеленген. 15 минут пен 30 минутты қамтиды. Бұл жаттығуларды жеке және топтық форматқа өткізуге болады. Педагогикалық кеңестерде, директор жанындағы кеңестерде, ұжымдық жиналыстар мен отырыстарда өткізуге өте тиімді. Бұл жинақта құрастыруға Әлихан Бөкейхан университетінің PhD докторы, мектеп жасына дейінгі және бастауыш білім беру педагогикасы кафедрасының меңгерушісі Шолпан Орынғалиевна өз тәжірибесімен бөлісіп көмек көрсетті. Аталған әдістемелік құрал 2024 жылдан бастап Түрксіб жалпы орта білім беретін мектебінде тәжірибеге енгізіліп, апробациядан өтті. Жұмыс барысында бұл жинақ көрші мектептердің педагог-психологтарына ұсынылып, тәжірибе алмасуда оң пікірлерге ие болды. Қазіргі таңда Жаңасемей ауданының Приречное және Шаған ауылының мектептерінде, Семей қаласындағы номері 30 жалпы орта білім беретін мектебінде, сондай-ақ Аягөз ауданының Көндіков атындағы мектебі мен Абай ауданының Қарауыл гимназиясында белсенді түрде қолданылып келеді. Бұл жинақпен 2024 жылы педагогикалық идеялар фестивалінің аудандық кезеңінде бірінші орынға ие болып, облыстық кезеңінен сертификатпен марапатталдым. 2025 жылы Жаңасемей ауданының білім бөлімі ұйымдастырған авторлық бағдарламалар конкурсына қатысып, 3-ші орынға ие болдым. Бұл әдістемелік құралдың тәжірибелік маңыздылығы мен өзектілігін көрсететін нақты нәтиже деп білемін. Әдістемелік құралды енгізу барысында жұмыс ғылыми-практикалық негізде жүргізілді. Атап айтқанда, жаттығулар өткізбестен бұрын педагогтер арасында алғашқы диагностикалық сауалнама алынып, олардың эмоционалдық күйі, кәсіби күйзеліс деңгейі, ұжымдық қарым-қатынас ахуалы анықталды. Одан кейін жүйелі түрде психологиялық жаттығулар мен тренингтер жүргізілді. Жұмыс соңында қайта мониторинг жүргізіліп, алынған деректер салыстырмалы түрде талданды. Нәтижесінде педагогтердің эмоционалдық тұрақтылығының артқаны, күйзеліс деңгейінің төмендегені, ұжымдағы өзара қолдау мен жағымды қарым-қатынастың жақсарғаны анықталды. Бұл көрсеткіштер әдістемелік құралдың тиімділігін дәлелдейді деп есептеймін. Жинақ педагогтерге психологиялық қолдау көрсетуде нақты, қолжетімді және нәтижелі құрал бола алады. Мұғалім білім мен руханияттың, мейірім мен төзімнің иесі. Сондықтан педагогтың ішкі жан дүниесінің үйлесімді болуы оқыту мен тәрбиелеу сапасының негізгі кепілі деп білемін. Сөзімді қорытындылай келе,
мұндай психологиялық қолдау бағдарламалары мұғалімдердің жұмысқа деген қызығушылығын арттырып, білім беру үдерісінің сапасын көтеруге және мектептің рухани-адамгершілік атмосферасын жақсартуға ықпал етеді. Назарларыңызға рахмет.